Бәріңізге қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге трейдер келіп жеткен жаңа жыл мейрамдарыңызбен мен бүгін сіздерге трейдерлікпен және криптовалютамен қалай ақша табу керек екендігін айтатын болам. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Трейдерліктен ақша табуға бола ма деген сұрақ көп кездеседі маған. Трейдерліктен әрине табуға болады көп ақша. Ең бірінші менің қайта-қайта айта кететінім тех анализ бірінші. Екінші money management или риск менеджмент анықтап аласыздар. Үшінші по ситуации қарайсыздар. Біріншіге тех анализ өте мықты болу керек. Ең болмаса кішкене ғана күмән туып тұрса бір графика бойынша, оған вообще жоламайсыздар, оған қарамайсыздар, одан өтіп кетіп келесі графикаға қарайсыздар. Кішкене күмән болса, сіздер ақша тапқыларыңыз келіп отыр осы жерге кеп. Ақша тапқыларыңыз келмесе бұл жерге келмейтін едіңіз. Бұны былай қосымша табыс ретінде қарап отырсыздар да. Сол үшін болған келген кезде мен сіздерге алдыңғы видеода айтқан болатынмын, таза оймен келіп отырамыз. Ештеңені ойламаймыз, тек қана бірінші тех анализ, екінші жаңағы money management и риск менеджмент, үшінші по ситуации қарайсыздар. Ең бірінші сіздерге айта кететінім, тех анализді жақсылап анықтап алыңыздар. Ең болмаса кішкене болсын күмән болып тұрса, болды, оған жоламаңыздар. Өйткені сіздер оны азартқа салынасыздар бірінші. Так, ана ақшамды ұтылып қалдым, соны қайтарып алу үшін осы ақшамды тіге салайын. Сіздер уже азартқа беріліп кетесіздер. Одан кейін сіздер ұтыласыздар. Екінші money management, риск менеджментті анықтап алған кезде, болды, сонымен ғана ойнаңыздар. Басын риск менеджмент бастап аяғын money менеджментпен бітіретін болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, минуста отырасыздар. Ол да болмайды. Келдіңіздер, отырдыңыздар, план, блокнот алдыңыздар, планға жаздыңыздар. Мен осындай бүгін ақша табамын. Болмаса мен осындай ставка, 2 ставка, 3 ставка тігем. Проходимость 80%пен тех анализ жасап, сонымен бітірем. Ал егер мысалға 2 ставкаңыз өтіп, 3-ші ставка өтпей қалып, сіз ана жерде енді азартқа берілесіздер, так ананы ұтсам, ананы жабам, сонымен осын тігейін деп ойлайсыздар, бірақ сіз одан самайын ұтыласыздар. Сіздер уже психологически бірінші сынасыздар, азартқа беріліп, одан кейін уже планыңыздың бәрі құрдымға кетеді, ақшаңыздың бәрі минусқа кетеді, сосын не болады? Менікі емес болып шығады да. Менікі емес деген болмайды, просто сіздер түсінулеріңіз керек, то что планмен отыру керек. Бүгінге осынша ставка тігем, болды, осымен қайтам, осымен бітірем, осымен жабам. Мысал графика ақтарып отырыңыздар, планда 3 ставка бар, графиканың ешқайсы ситуацияға келмейді, все, жауып тастаңыздар, болды. Ол вообще болмайды. Сол планды кешке кеп, мысалы азында бір көрдіңіздер, азында жоқ болма, кешке кеп сол планды орындауға тырысыңыздар. Үшеуде минус болса болды, жоламаңыздар. Сіз сол 3 минустың ақшасын қайтарам деп, ақшаңызда неңізде жатқан, кошелегіңізде жатқан ақшаның бәрін жаратып тастайсыздар. Ол болмайды. Сол үшін планға 2-3 ставкамы болды, содан қайтамыз. Одан көп болып кетсе, уже азартқа берілесіздер. Ол мен сіздерге айтып отқаным психологический жағынан. Ең бірінші адамды құртатын психология ғой. Бірінші психологияны реттеу керек, одан кейін барып жұмысқа кірісу керек. Мен сіздерге айтқым келетіні, мысалға Америка, USA, мысалы соларды алатын болсақ, екінің бірі трейдер, екінің бірі акционер, екінің бірі мысалы сетевик. Осы үшеуін олар қолданып отырады. Оларда да там өкіметтің жұмысын жасайды, бизнесмендердің қол астында жұмыс істейтіндер бар, но олар ол жердегі міндетін біледі да, қосымша табыс тапқысы келеді. Ол жердегі міндетіне оларға бастығы кеп айтпайды, мысалы сіздерге жұмыс істейтін болсаңыздар, сіздерге кеп мынаны үйреніп ал, ананы зертте, мынаны зертте деп сіздерге айтпайды. Сіздерді өздеріңізде план бойынша жабуларыңыз керек. Айды, жылды, аптаны жабуларыңыз керек та. Кварталды жабуыңыз керек план бойынша. Сол планға сізге мынаны қос деп сіздерге бірдеңе ойлап тап деп айтпайды. Мен сіздерге айтқым келіп отқаны просто жұмысқа мән беріңіздер, бірақ бүкіл энергияңыздың бәрін соған жіберіп алмаңыз да.
бүкіл энергияңызды мына трейдерлікке жіберіңіз. Мысалы криптовалютаның анализіне бәріне жіберіңіз, жаңалық оқыңыз, осыдан ізденіңіздер, көріңіздер. Содан кейін барып сіздерге ақша түсе бастайды. Сол білім үшін, сол терлегеніңіз үшін, сол қиналғаныңыз үшін ақша өзі келеді. Мысалға менде де болған, мен 3 жыл осымен айналысып жүрдім. Менде де мен сіздерге айтайын, бір келе сап бір плюспен шығып кеттім деп айта алмаймын. Мен максимум бір жыл, 1,5 жыл мен минуста отырдым. То анау болмайды, то мынау болмайды. Сөйтіп мен бір күні өзімнің ошибкаларымды қарап отырдым да, сөйтіп бір жерден ошибка жіберіппін. Сол ошибкамды құртқаннан кейін барып мен уже плюсқа шыға бастадым. Сіздерде де может теханализдің бір жерінде ошибка болып тұрған шығар. Может жаңағы money management, risk management бір өзінде ошибка болып тұрған шығар. Соны сіздер түсінесіздер, сіздердің ойларыңызға жетеді, сосын барып сіздер плюсқа шығасыздар. Оға дейін сіздер оның құнын төлеуіңіз керек. Көруіңіз керек, үйренуіңіз керек, зерттеуіңіз керек. Мысалға бір ставканы тіктіңіз, болды, ұтылды, болды, ой қойшы деп жаба салуға болмайды. Оны ашыңыз. Көріңіз, не үшін ол жерден үйтіп плюс минусқа шығып кетті? Қай жермен дұрыс алмадым? Соның бәрін зерттеңіздер. Содан кейін барып сіздер уже үйрене бастайсыздар. Ненің не екенін көресіздер, қалай екенін көресіздер, түсінесіздер сіздер уже. Екінші, трейдерлікпен ақша табуға болатынын мен сіздерге қазір айтып түсіндірдім. Сіздерде ынта болу керек. Трейдерлікке келгеннен кейін мен осыны үйренем, осыдан ақша табам деген ынта болу керек сіздерде. Ынта болмай ма? Бұл мен сіздерге айтайын. 5 жыл ставка жасап минусқа кіріп отсаңыздар да минусқа кіргендеріңіз кірген бұл жерде. Мен сіздерге айтарым, ынта болу керек, үйрену керек. Мысалға бір машина айдағыңыз келді, ынта болса мен сіздерге айтайын, бір аптадағы үйреніп аласыздар. Кәдімгі желаниемен отыратын, айдағым келеді деп отыратын болсаңыздар, бір аптада үйреніп аласыздар. Ал желание болмаса, ол машинаны хоть 10 жыл, хоть 20 жыл айда бәрібір үйренбейсіздер да. Өйткені адамның өзінде желание жоқ. Менің не айтқым келіп жатқанын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бұл трейдерлік жағынан. А криптовалюта жағынан ол жерде енді әлемі басқа ол жақтың. Ол жақта саясатқа қарайды ол жер, жаңалықтарға қарайды, тоже графикаларға да қарайды ол жерде. Оның әлемі бөлек. Ол менде ақша табуға болады. Менде де алып қойған бір 3-4 немді криптовалютамды алып қойған. Оларда қазір енді шамалы биткоин түскеннен кейін олардың да ақшалары түсіп кетті. Но мен сенем, олардың көтерілетініне. Өйткені олардың атқаратын міндеттері бар да. Биткоин мысалға ешқандай міндет атқармайды. Просто ол трендке ілініп кетті, сонымен оның ақшасы қымбат тұрады да. Әйтпесе ол жаңағындай штрих-кодтар қойып мысалы ештеңе міндеті жоқ оның. Эфириум сияқты міндеті жоқ оның. Dogecoin'ды сұрайды менен көп. Dogecoin'ды да тура сондай. Оның да атқаратын міндеті жоқ. Сол үшін міндеті жоқ криптовалюталарға ақша салмаңыздар. Бір жұмыс, бірдеңе атқаратын болсам, мен мысалы қайсысын айтайын, Cardano айтатын болсам, олар мысалға оригинал заттарға штрих-код қояды, олардың да ставкасымен айналысады. Сондай міндеттері бар криптовалюталарды алыңыздар да. Ол биткоин әшейін ол трендке ілініп кеткен, ол ешқандай жаңалыққа ілінбейді. Ол жаңалыққа ілінеді, когда ол Илон Маск сөйледі мысалы. Илон Маск не істеді? Dogecoin'ды бір көтеріс, бір сілкіндіріп алды. Snoop Dogg тоже бір сілкіндіріп алды. Тур сондай сияқты да, ол биткоин ол трендке іліккенге қарай жүре береді. Сіздерге айтатыным, сол криптовалютаны алуларыңыз келсе, бір міндетті атқаратын криптовалютаны алыңыздар. Бұл криптовалюта деген бұл бизнес қой, ол қазіргі заманның бизнесі. Бірақ мысалға айырмашылықты алатын болсақ, мысалға бір магазин ашсаңыздар, оларда акиматқа разрешение алуыңыз керек, сэстен разрешение алуыңыз керек, пожарныйдан разрешение алуыңыз керек. Әрқайсысы жұмыста. Налог бар, налог төлеуіңіз керек. Ал криптовалютаға мысалы айналыссаңыздар, бұл жерде налог да жоқ, акиматтан да сұранбайсыздар, пожарныйдан да сұрамайсыздар, сэстендерде мысалы разрешение алмайсыздар. Бұл да бизнес, бұл да жаңалықтарға қарап отыруыңыз керек. Қай кезде сатып қалу, қай кезде сатып алу, соның бәрі. Тура сондай сияқты да. Ал мен мысалға бұны
Мен в основном осы трейдерлікпен ақша табамын. Ал андай криптовалюта жағын мен оған әшейін инвестиция. Ақшамды салып қоямын да болды. Мен өзімнің оларға арналған бір пландарым бар. Определенный бір суммаға жеткен кезде мен оларды сатамын. Тағы да мен сіздерге айта кетерім, жабық каналға қалай кіруге болады деген сұрақтарға жауап берейін. Астында тұрған шарттарды орындасаңыздар кіресіздер. Ол шарттарда айтылған 700 рубль счеттарыңызды толтырасыздар. Ол счеттан, ол 700 рубльдан мен бір тиын да көрмеймін сіздерден. Ол сіздерге өздеріңізге жақсы қайта. Сол шарттарды орындасаңыздар мен сіздерді кіргіземін. Ал енді комментарийға кішігірім жауап бере салайын жылдам. Алла разы, рахмет сіздерге, көп рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Өте маңызды. Менің бір байқағаным, мені 70% без подписки көреді екен. Сол үшін мен каналыма тіркеліп колокольчиктерді басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Рахмет. Виртуальный торг қай жерден жасауға болады? Ол любой платформада бар. Сілтеме астында тұр, кіріп трейдерлікпен көрсеңіз болады. Ол жерде де виртуальный ақшамен ойнасаңыз да болады, кәдімгі реальный ақшамен ойнасаңыз да болады. Керемет, рахмет. Ставка неше минутқа? Мен сіздерге алдыңғы видеода айтқам, ставканы негізі ставканы сіздер егер новичок болсаңыздар, енді бастап келе жатқан болсаңыздар, 15 минут 30 минуттың арасында алыңыздар. Не үшін? Өйткені сіздер уже анализ жасап үлгересіздер да, қай жаққа барады, не істейді, қай жаққа қарай баруы мүмкін деген сұрақтарыңызға жауап алып отырасыздар өздеріңіз. Ал 1 минуттық ол уже жылдам да, тез болып кетеді. Сіз уже ойланып үлгере алмай қаласыз. Сол үшін мен сіздерге айтарым, 15 минут пен жарты сағаттың арасында графикаларды қараңыздар. Код верификация почтаға келмеді. Так, Binance'тан келеді. Может, почтаңызды дұрыс жазбаған шығарсыз. Сіздерге де рахмет көп. Жартай болды, YouTube бақылап жүрмін, жақсы. Рахмет сіздерге де көп рахмет. Шәкірт алам, Құдай қаласа. Команда болып жұмыс істейтін күндерде келеді. Мен қазір басқа өзімнің пландармен жүрмін. Но үйренем деген кісілер болса, қарсы емеспін. Маргарита Дмитриева. Маргарита, девушка, қарындас деп айтайын ба? Маған ондай реклама керек емес. Мен жасай алам, негізі өзімде реклама жасай алам. Через Instagram, через YouTube, через Facebook бәрін жасай алам. Но маған ол керек емес. Өйткені маған реально қызығатын, шынайы қызығатын адамдар ғана керек та. Мен өзім қай криптовалютаны алуға кеңес бересіз дейсіз ба? Өзім жақсы көретін карданы бірінші. Одан кейін трон алыңыздар, трон. Одан кейін бұл осы екеуіне ғана кеңес берем. Пока биткоин құлағаннан кейін биржа өз-өзіне келе алмай тұр жөнді. Ештеңе айта алмаймын. Осы жерде барлығын анықтап түсіндірген едім. Фигура паттерн деген ол свечной график қой. Японский свеча деп аталады. Әр паттернның өзінің минуттық, 5 минуттық, 15 минуттық, жарты сағаттық өзінің өмірі бар да. Таңдаған неңізге қарай, графикаңызға қарай, сағатына қарай, минутына қарай. Әр паттерн өзінің несі бар, историясы бар. Сол историясын қарасаңыз болады. Менің алдыңғы сабақтарымды қарасаңыз түсініп аласыз жақсылап. Сіздерге де көп рахмет. Комментарийға жазыңыздар, қандай криптовалюта, қайсысын алсам болады екен, мына жерін дұрыс түсінбей қалдым, мына жері қалай болады деп сұраңыздар. Мен сіздерге жауап беріп отырам. Мен ешқашан қашқан емеспін. Осы күнге дейін 3-4 адамға жауап бердім. Сол үшін жаңа жылдарыңызбен тағы да құттықтаймын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыз.